Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкасыз өте оңай жолмен банофи дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін бізге осындай топленый печенье керек. Барлығын салафанымызға салып, осылай оқтаумен ұнтақтап аламыз. Ұнтақталған печеньеміздің үстіне ерітілген маргаринімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Және табамызға салып, осылай бір келге етіп төсеп шығатын боламыз. Массамыздың үстіне вареный сгущенкамызды бір тегіс етіп шайып, үстіне бананымызды рет-ретімен әдемілеп орналастыратын боламыз. Енді осы бананның үстіне тағы да сгущенкамызды жағып, бір тегіс етіп, тағы да бір қабат банан төсейміз. Бананымызды төсеп болдық, енді үстіне әдемілеп кремімізді құйып шығамыз. Кремнің дайындалу әдісі осының алдыңында салған кексінің видеосында бар, мұқият қарап шығыңыздар. Енді креміміздің бетіне жақсылап какао сеуіп шығамыз. Өте жұмсақ, өте оңай банофи пайымыз дайын, ас болсын. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Рахмет.